Бүгін ұлан басына сайлау қалай өтіп жатыр? Әділ өтіп жатыр ма? Бүгін біздің мектепте өтіп жатқан ұлан басы сайлау әділ өтіп жатыр. Оған өзім себепкермін. Мен бюллетень алып, таңдаған адамды жазып, оны қорапқа салдым. Бұл әділ өтіп жатқан, ол біздің болашақ жастарымызға, демек бізге болашақта барлық жағдай осындай сайлаулар әділ өтуін бізге енгізіп жатыр деп. Ұлан басына сайланған оқушылардың бойында қандай қасиеттер болу керек? Мен көзқарасым бойынша ұлан басына сайланған оқушының бойында біріншіден ол білімге құштар болу керек. Екіншіден әрине ол мектептің активисті болу керек. Себебі болашақта талай мектепте талай концерттер болуы мүмкін, шаруалар болуы мүмкін. Соған ол дереу кірісіп, оны жоғарғы деңгейде атқару керек. Бүгінгі сайлау қалай өтіп жатыр? Өте керемет. Бір апта бұрын бізге дәлізде флаемалар орнатылды. Біз ол жерден барлық үміткерлердің профилін көре алдық. Және де бүгін сынып сағатында бізге 3 үміткердің видеосы көрсетілді. Одан кейін біз өзіміздің таңдауымыз бойынша жауаптарымызды жаздық.